көжегім. Пиноккио ертегісі. Бұрынғы өткен заманда Гепетто деген ағаш шебері өмір сүріпті. Ол ағаштан ойыншық бала жасайды. Кенет қуыршаққа жан бітіп, өте көңілді, шолжанбай бала пайда болады. Енді сен менің балам боласың, деп шебер оған Пиноккио деп ат қояды. Бір күні бәрін өз көзімен көріп, білгісі келген Пиноккио үйінен қашып кетеді. Гепетто артынан жүгіріп шығып, «Пиноккио, тентек болма, үйге қайт!» деп айғайлайды. Гепеттоның даусын көршілері естіп жиналып қалады. Ал тыңдайтын бала жоқ, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Пиноккио күні бойы дала кезеді. Кешке қарны ашқан соң амалсыз үйіне оралады. Оны терезеден жолын күтіп қарап отырған Гепетто көріп шақырып алады. Тамақ беріп, «Пиноккио, ұлым, өте шолжан болуға болмайды. Сен жақсы бала емессің бе? Бұлай қаңғырғанша мектепке барып білім ал». «Иә, әке, тілінді алатын жақсы бала боламын. Ертеңнен бастап сабаққа барамын». Пиноккионы мектепке жіберу үшін үстіне киім және әліппе керек еді. Гепетто жалғыз қыстық пальтосын өткізіп, керек жарақтарын сатып алады. Таңертең Пиноккио мектепке кетеді. Пиноккио мектепке бара жатып, жылжымалы қуыршақ театрын көреді. «Келіңіздер, қуыршақтар ойынын тамашалаңыздар!» деп айғалап шақырған хабарламасын естиді. Сөйтіп сабақ жайына қалады. Пиноккио оқулығын билетке айырбастап жібереді. Біраздан кейін театрдың іші балаларға толып, қойылым басталады. Қуыршақтар сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетеді. Бір кезде олар көрермендердің арасында отырған Пиноккиоға назар аударады. «Пиноккио, сен біз сияқты қуыршақсың ғой, сахнаға шық!» деп қоя береді. Ойын тоқтап қалады. Жиналған жұрт ашуланып тарап кетеді. Спектакльдің үзіліп, аяқталмай қалғанына ашуланған театр жетекшісі Мангиафиссо, «Қойылымның күл-талқанын шығардың, сол үшін сені отқа жағамын» деп жекіреді. «Рахым етіңіз, отқа жақпаңыз» деп қуыршақтар жалынып, жалбарынып, Пиноккионы театр жетекшісінің қаһарынан қорғап қалады. Мангиафиссо жөн сұрастыра келіп, оның кедей ағаш шеберінің баласы екенін біледі. Рахымы түсіп, Гепеттоны есіркеп, баланың қолына 5 алтын тиын ұстатады. Содан кейін әліппесін қайтарып, алтын тиындарды дорбашаға салып, үйіне жібереді. Ол қолына әліппе, сол қолына алтын тиындар салынған дорбашаны ұстап келе жатқан Пиноккиоға түлкі мен мысық жолығады. Олар: «Дорбашанда не бар?» деп сұрайды. «5 алтын тиын бар». Түлкі мен мысық алтын тиындарды қолға түсірмек боп: «Бесеуін біз білетін сиқырлы жерге көмсең, ертеңінде олар көп болып өсіп шығады» деп алдайды. Пиноккио келіспейді. Амалдары таусылған түлкі мен мысық енді күшпен тартып алайын дегенде көмекке мейірімді сиқыршы келеді. Ол сиқырлы таяқшасын күшімен түлкі мен мысықты қуып жіберіп, Пиноккионы үйіне ертіп келеді. «Гепетто, балам мектепке» деп қуанды. «Ал сені жүрген жүрісін мынау. Ата-ананы ренжітуге болмайды, есінде сақта. Мына тиындарыңды жоғалтпай әкене апарып бер. Ескертіп қояйын, тағы да осындай жақсы балаға жатқылық жасайтын болсан, мұрның өседі» деп ақылын айтып, сиқыршы баланы шығарып салады. Пиноккио үйіне келсе, әкесі жоқ екен. Ол әкесін көте-көте жалғады. Сиқыршының сөзін ұмытып, тағы да үйінен шығып кетеді. Ақыры адасып, енді не істерін білмей жылап отырғанда, бір үлкен көгершін ұшып келіп: «Неге жылайсың?» дейді. «Әкемді таба алмай отырмын» деді Пиноккио жасын тыя алмай. «Әкең балық аулап жүр. Кел, жылама, арқама отыр да қанатымнан мықтап ұста. Мен сені әкене апарып тастайын» деп көгершін баланы көтеріп аспанға көтеріледі. Көгершін ұшып отырып Пиноккионы бір өзеннің жағалауына әкеп тастайды. Әкесі қайықпен өзен бойлай жүзіп бара жатыр екен. «Әке, мен жағалаудамын, бері келші!» деп Пиноккио бар даусымен айғайлайды. Бірақ Гепетто қарияның аздаған керендігі бар еді. Ол бұл дауысты
естімейді. Әке, тоқташы, мен ұлынмын ғой, енді жаман бала болмаймын, тілінді аламын, өтінем, тоқташы, деп жалынады. Әкесі қайрылмайды. Пиноккио енді не істерін білмей жағалаумен жүріп келе жатады. Біраз жүрген соң есік алдында кішкентай қайығы бар үйшікке тап болады. Үйшікте қарт әже отыр екен. Ішке баса көктеп кірген баланы ол жылы қабақпен қарсы алады. Құлыным, қарнын ашқан болар, деп тамақ береді. Пиноккио рахмет айтпастан әжей ұсынған бәлішті жеп, сүтін ішіп алды. Балақай, атың кім? Кімнің баласысың? Неге жалғыз жүрсің? Деп күлімдей сұрайды әжей. Менің атым Пиноккио, Геппетто ұстаның баласымын. Әкем балық аулап жүр екен, соны іздеп келгенмін. Осы кезде Пиноккио мұрнының әрбір дұрыс жасамаған қылығымен бірге ұзарып бара жатқанын сезбеді. Әжейден сыртта жатқан қайығын сұрап алады. Балам-ау, қайықты игере аласың ба? Ескек есуді білесің бе? Деген сұрағына мән де бермей, қайықты сүйреп өзенге қарай кете барады. Қайыққа бірінші рет отырған Пиноккио ескек есе алмай, қайықты төңкеріп алады да суға күмп етіп түсіп кетеді. Сөйтіп ол жақын маңда балық аулап отырған бір балықшының ауына барып ілігеді. Балықшы үлкен балық ұстап алдым деп ойлайды. Ауын тартып жағалауға шығарса, балық дегені бала болып шығады. Балықшы аң-таң: Пиноккио, құтқарыңыз, мені босатыңыз, мен балық емеспін, деп айғай салады. Балықшы баланы аудан босатады. Пиноккио балықшыға кінәлай қарап, өзен жағалай басы ауған жаққа жүріп кетеді. Бір кезде ол өзінің судағы бейнесін көреді. Ұзарып кеткен мұрнына қарап, қайғырып жылайды. Сиқыршының айтқан сөзі есіне түсіп, мен қандай жаман іс жасадым екен, деп ойланады. Балықшының Альдиго деген күшігі бар екен. Ол жылап отырған баланың жанына кеп, ары-бері аунап, неше түрлі қызықты оқиғаларды айтып, көңілін көтереді. Сөйтіп Пиноккио итпен тез тіл табысады. Қайырымды сиқыршыны тауып беруін өтінеді. Альдиго баланы сиқыршының үйіне дейін жеткізіп салады. Пиноккио сиқыршыға келіп, мен жіберген қателіктерімді түсіндім. Маған сізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Мұрнымды бұрынғы қалпына келтіріп, әкемді тауып беріңізші, деп басынан өткен оқиғаларды түгел баяндап береді. Міне көрдің бе, тыңдамағаны соны неге әкеп соғатынын. Мұрның қаншалықты ұзарса, сонша жаман қылық жасағанын. Енді бәрін түзеу керек. Ертеңнен бастап мектепке барасың, әдептілікке үйренесің. Сонда ғана мұрның орнына келеді. Сөйтіп сиқыршы Пиноккионың күнделікті мектепке баруын қадағалап отырады. Пиноккио да айтқан сөзінде тұрып, сабағын жақсы оқиды. Қолынан көп іс келетін болады. Ескек есуді де үйренеді. Біртіндеп әдепті балаға айналады. Мұрны да күннен күнге қысқарып, қалпына келеді. Бірде сиқыршы: Пиноккио, сен бірінші сынақтан сүрінбей өттің. Құттықтаймын. Енді әкеңді жолықтырғың келсе, ертең жол жүресің. Сол жолда сені екінші сынақ күтіп тұр. Ол туралы кейін сөйлесе жатармыз. Ал қазір бар да мектептегі достарыңды қонаққа шақыр. Келіп, сенімен қоштасын, деді. Пиноккио қатты қуанады. Ол мектептегі достарын сиқыршының үйіне ертіп келеді. Сиқыршы қонақтарды жақсылап күтеді. Отырыс көңілді өтеді. Кеш батады, қонақтар біртіндеп тарқайды. Тек Пиноккио ғана тыным табар емес. Есекпен ойнай-ойнай өзі де есекке ұқсай бастайды. Сөйтіп ол көп ойнағанның да дұрыс емес екенін біледі. Келесі күні сиқыршы Пиноккионы ертіп өзен жағасына келеді. Қайыққа отырғызып, судың ағысымен алдыға қарай жүзе бер, деді де қоштасып қала қояды. Пиноккио ескек есіп, өзеннің ағысымен жүзіп отырады. Бір уақытта өзеннің суы бір үлкен теңізге құйылады. Сол кезде қайдан екені белгісіз бір алып кит пайда болып, Пиноккионы қайығымен бірге жұта салады. Міне ғажап, киттің ішінде ол әкесімен қауышады. Пиноккио қайыққа Геппеттоны отырғызып, кит келесі бір аузын ашқан кезде амалын тауып теңізге жүзіп шығады.
Сөйтіп қайта қауышқан әке мен бала аман-есен үйлеріне оралады. Гепетта өз ісімен айналысады. Пиноккио мектепке барып, әкесіне көмектеседі. Сөйтіп біртіндеп ұстаның жағдайы жақсарады. Пиноккио кезінде қуыршақ театрының жетекшісі Мангефиссо берген алтын тиындарды дорбасымен әкесіне бермек болып тығып қойған еді. Енді сол тиындарға әкесіне жаңа пальто сатып әпермек болып базарға барады. Базарда ол ұлуды көреді. Ұлумен әңгімелесі келіп, сиқыршының қатты ауырып жатқанын біледі. Пиноккио жылдам үйіне оралып, әкесіне болған жағдайды баяндап береді. Пиноккио, ұлым, сиқыршы өте мейірімді жан, саған қанша рет көмектесті. Біз де оған қол ұшымызды беруіміз керек. Гепетта мен Пиноккио сиқыршының үйіне келсе, ол расында да төсек тартып жатыр екен. Әке мен бала қолдарынан келген көмегін аямай емдеді. Сиқыршы ауырынан айығып, басын көтереді. Гепетта қария мен Пиноккиоға алғысын білдіреді. Пиноккио, мен саған ризамын. Басында қандай едің, қазір қандай зерек, әдепті бала болдың. Осының бәрі сен өзің жеттің, талай сынақтардан өттің. Сен нағыз бала болуға лайықтысың, деп сиқыршы Пиноккионы ағаш баладан нағыз балаға айналдырады. Гепетта өз көзіне өзі сене алмай Пиноккионы құшағына алады. Сөйтіп олар тату-тәтті, бақытты өмір сүріпті.